Қант диабеті кезіндегі тамақтанудың 7 қағидасы. Осы қағиданы ұстана отырып, үй жағдайында қант диабетінен оңай арылуыңызға болады. Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қант диабеті бұл күресуі қиын ауру, ал дұрыс тамақтанбау бұл мәселені одан сайын күшейтеді. Шын мәнінде қандағы глюкоза деңгейін оңтайлы диапазонда ұстап тұру үшін дұрыс тамақтану қажет. Бұл диабетпен ауыратын адамдар үшін өте маңызды талап. Сондықтан қант диабетімен ауыратын науқастың дұрыс диетасы бірнеше кило тастағысы келетіндердің мәзірінен өзгеше болмақ. Ұзақ мерзімді бақыланбайтын қант диабеті көз, бүйрек және жүйке жүйесі сияқты әртүрлі мүшелерге зақым келтіруі мүмкін. Сондай-ақ бұл жүрек ауруы мен инсульт қаупін арттыруы ықтимал. Белгілі бір тағамдарды жеу және басқаларды шектеу диабетпен ауыратын адамдарға қандағы қант деңгейін бақылауға көмектеседі. Көкөністерге, жемістерге және пайдалы ақуыздарға бай диета айтарлықтай артықшылықтарға ие болуы мүмкін. Жемістер мен көкөністерді қосыңыз, майсыз ақуызды жеңіз, аз қант қосылған тағамдарды таңдаңыз, трансмайлардан аулақ болыңыз, аз өңделген тағамдарды, әсіресе ультра өңделген тағамдарды ішіңіз. Қант жоғары кезде қандай диета дұрыс? Барлығына сәйкес келетін белгілі бір диета немесе тамақтану жоспары жоқ. Емдеуші дәрігер келесі факторларды ескере отырып, науқас үшін ең жақсы тамақтану жоспарын жасауы керек. Мысалы, науқас қабылдайтын дәрі-дәрмектер, салмақ, өмір салты мен әдеттер, ілеспе диагноздар немесе аурулар және тағы да басқа. Диабетпен ауыратындарға арналған барлық диеталар дұрыс тағамдарды қажетті мөлшерде уақытында тұтынуды біріктіреді. Екінші типті қант диабеті кезіндегі диета. Диеталық терапияның 7 қағидаты инсулинге тәуелді қант диабеті мен инсулинге тәуелді емес қант диабетінің патогенезі туралы қазіргі заманда идеялар диабеттің 2 түрі ішінде диеталық терапияның негізгі принциптерін тұжырымдауға мүмкіндік береді. Оның бірінші қағидасы рациондағы ағзаның энергия шығынын жабатын, гипергликемияның жоюға және гипогликемия қаупін барынша азайтуға көмектесетін тағамдық заттардың, яғни ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, макро және микроэлементтер физиологиялық үйлесімнің арақатынасы. Екінші қағидасы рационға дәруменделген және липотроптық заттарға бай тағамдарды, өнімдерді міндетті түрде қосу керек. Үшіншіден, науқасқа ағзаны дәрумендер, минералдар, антиоксиданттар мен талшықтармен қамтамасыз ету үшін күніне 2 порция жеміс жеуге кеңес беріледі. Төртінші қағида тәуліктік рационның энергетикалық құндылығы жынысты жасты және мінсіз дене салмағын науқастың болуға тиіс қалыпты салмағын ескере отырып есептеу керек. Бесінші қағидасы қалыпты дене салмағына қол жеткізу және оны сақтау, өмір бойы семіріп кетуден сақтану керек. Алтыншы қағидасы тамақ рационның энергетикалық құндылығын жұмыс режиміне және қантты төмендететін терапияның сипатына сәйкес белгіленген төмен калориялы үлестіру жағдайында бөліп тамақтану режиміне өту. Жетінші қағидасы ілеспе ауруларды және көріністерді, диабеттік ангипатологияларды және қант диабетінің басқа да асқынуларын есепке алу. Сондай-ақ науқас күріш пен басқа крахмалды тағамдарды тұтынуды азайтуы керек. Макарондар, кеспе және крахмалды көкөністер, мысалы картоп, сәбіз, жүгері және тәтті картоп құрамында қандағы қант деңгейіне әсер ететін көмірсулар бар. Егер науқаста қандағы триглицеридтер, бүйрек немесе жүрек аурулары жоғары болса, алкогольден аулақ болу керек. Стандартты алкогольдік сусынның құрамында 10 грамм алкоголь бар. Ол 100 мл шарап немесе кәдімгі сыраның 3-тен 2-сі, яғни 220 мл. Алкогольді қалыпты, яғни күніне бір стандартты порциядан артық емес мөлшерде ішуге кеңес беріледі. Осылайша оның мөлшерін азайтып, күнделікті біртіндеп одан бас тартуға тура келеді. Өз денсаулығыңызға көңіл бөліп, өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Салауатты өмір сүру салтын ұстаныңыз және ауырмаңыз.